таласпай. Заман ауысқан кезде өткен билік жүйесі тұсында жасалған қиянаттар екшеліп, зерделеніп, сан түрлі сараптан өтеді. Қанша адам жазықсыз сотталды, қаншасы атылды, қанша мал, қанша дүние мүлік зорлықпен тәркіленді. Бәрі шамамен болса да есептеледі. Есептелмейтін тек рухани шығындар. Өйткені адамның ішкі азабын есептейтін тәсіл жоқ. Сенің рухани сенімің, ұжданың көзге көрінбегеннен кейін аса маңызды нәрсе болып есептелмейді. Алайда барлық заманда да адамдар мал-мүлік үшін емес, ұжданы мен сенімі үшін бастарын өлімге тіккені мәлім. Көне аңыз әңгіме, жыр дастандардағы махаббат жолында құрбан болған жандардың тағдырлары да сенім бостандығына тікелей байланысты. Олардың махаббатқа деген сенімдері аяққа тапталды. Олар соған шыдай алмай, өздерінің өлімдері арқылы жасалған зорлыққа қарсылықтарын білдірді. Діни сенім де махаббаттың бір түрі. Кеңестік жүйе тұсында мыңдаған мешіт талқандалып, қожа молдалар тұтқындалып, атылатындары атылып жатқанда діни сенімді өмірлерінің мәні деп ұққан қанша мың адам рухани қасіретті бастан кешкенін санап беруі мүмкін емес. Менің анам Рәзия Құранға жетік білімдар болмаса да, бір Құдайға күнде жік жапар болып сыйынып отыратын діндар кісі еді. Қуанса да, күйінсе де, ақыр аяғы мені жақсы көрсе де, сөзінің аяғы Алла тағала бір өзің жалғызыма жар бола көр, жаратқан ием деп дұға сөзіндей болып аяқталар еді. Біздің балалық шағымыз атеизмнің дәуірлеп тұрған кезіне сәйкес келді. Құдайдың жоқ екені дәлелдеуді қажет етпейтін, өзінен өзі белгілі нәрседей елестейтін. Құдайға сену надандықтың белгісі дейді бізге мұғалімдер. Ауадан да, судан да, шөптен де идеологияның иісі аңқып тұрған кез. Апамның зәресінің ұшқаны маған қызық болып көрініп, апа, Құдай жоқ деймін жанына жетіп келіп. Апам елемеген адам болып, жылтыстап сыртқа шығып кетеді. Апа, Құдай жоқ деймін мен соңынан қуып жетіп. Апам түрі бұзылып, жалғыз ұлына ұрса алмай, қарағым, басқа бір әңгіме айтшы, дейтін жалынып. Басқа әңгіме маған қызық емес. Әйтсе де, мен үшін Құдайдың бар жоғының ақиқатынан гөрі осы туралы айтыста үлкен кісілердің өзіңе қарсы келе алмай, олардың алдында өзіңнің үстемдігіңді сезіну маңыздырақ секілді. Қысқасы, біздер де сол заманғы саяси жүйенің кішкентай жендеттері болатынбыз. Біз діннің өзін апайын деп ұққаннан кейін дін жолын қуғандарды жағымсыз адамдардың қатарына жатқызамыз. Бірақ өмір бар уақытта біздің осы түсінігімізге сәйкес келе бермейтін. Біздің ауылда Таласпай деген молда болды. Ел ішінде сыйлы еді. Аппақ күмістей сақалы, беліне түскен еңгезердей тұлғалы кісі. Ораза, жаназа, тағы басқа аят, дұға оқыр тұстарда оның ғажайып сазды, күңіренген үніне таңғалар едің. Рас, ауылда Мейрам деген тағы бір молда бар. Оның да даусы ғажап, өзі дімкастау, басы серкілдеп, жайшылықтың өзінде әрең отыратын адам. Құран оқыған кезде басы онан сайын селкілдеп, өзінің осы бір айықпас дертін айтып, жаратқанға мұңын шағып, жылап жатқандай сай-сүйеңді сырқыратады. Ышқына шыққан зарлы үнінен Алладан басқаға алданбайтын, қасіретті жан азабы сезілгендей болады. Ал Таласпайдың үнінен жалбарынудан гөрі әлдебір мәңгілік ұғымның сабырлы салтанаты айқынырақ сезіледі. Екі көзін жұмып алып, бұдан гөрі мәндірек те сәндірек басқа бір дүниеге еніп кеткендей, енді содан шыққысы келмегендей, аят біткеннен кейін де көзін ашпай үнсіз отыратыны бар. Ол үшін Құран оқу әншейін бір діни жоралғы емес, өмірлік мұрат секілді. Таласпай молданың үнінде бір сиқырлы күш бар деп әңгіме қылар еді тыңдаған жұрт. Осы кісі туралы кейін кімнен екені есімде жоқ,
мынандай бір әңгіме естідім. Кезінде мешіт ұстаған белгілі молда Таласбай әрідегі қуғын сүргін кезінде айдалып, әуелі Қазақстанда, кейін Колыма жағында лагерде болған секілді. Қанша жыл отырғанын кім білсін, әйтеуір ол кезде 20-25 жылдан төменге сотталу серек болған. Ел тұрмысының өте ауыр кезі. Сотталғандардың жағдайы одан да ауыр. Күндіз 10 шақты шақырымдай жердегі кен орнында жұмыс істеп, ымырттатып лагерге оралады. Надзирательдері аса қатал адам. Өзіне ұнамаған адамдарды забойдың ең терең қауіпті жерлеріне жібереді. Таласбай Құдай берген мол қайраттың арқасында әзірге бастықтардың қатты қаһарына іліге қойған жоқ. Жұмысқа тыңғылықты, тіл алғыш, жұмсақ адамды олар да теріс көрмейтін секілді. Әлде қалай забойда авария болып, лагердің адамдары жұмыстан кешкілік ерте қайтып жүрді. Осындай күннің бірінде бұлар адам жерленіп жатқан зираттың тұсынан өтті. Аштық тауқыметін бастан кешіп жатса да, ел өзінің кәде жораларын ұмытқысы келмейтін секілді. Әлде қалай забойда авария болып, лагердің адамдары жұмыстан кешкілік ерте қайтып жүрді. Осындай күннің бірінде бұлар адам жерленіп жатқан зираттың тұсынан өтті. Аштық тауқыметін бастан кешіп жатса да, ел өзінің кәде жораларын ұмытқысы келмейтін секілді. Бөрік киген шоқша сақалды, ұзын бойлы кісі даусын көтере сөйлеп, әлдекімдерге ұрсып, жұртқа тапсырма беріп, шаруашылық жағын басқарып жүр. Кәне, Құран оқығанда берілетін садақаны орын-орнына қойыңдар деген сөзі анық естіледі. Таласбай құлағына Құран оқу деген сөз тигенде жүрегі өрекпіп кеткендей болды. Күңіренген аят түгіл Құран деген сөздің өзін естімегелі қанша жыл. Әлде қалай тынысы тарылғандай терең күрсіне демалып, надзирательдің қасына келді. Шырағым-ай, өлік аттамайтын халық едік. Мына бір мұсылманның жаназасы шығарылып жатыр екен. Рұқсат берсең, барып бет сипап, кешікпей арттарыңнан жетер едім, деді жалынғандай бір үнмен. Надзиратель әлде бір өз шаруасымен басы қатып келе жатты ма? Жарайды, бірақ тым кешікпе, деді, бұған бұрылып та қарамастан. Таласбай өз тобынан бөлініп, аяңдап, қабір басына келді де шеттеу жерге келіп орналасты. Көнетоз түбіт тақиясы көзіне түскен арық шал естілер-естілмес үнмен құл-хуаланы оқып, қабір шетіндегі орамалға түйілген түйіншекті алды. Шамасы тиын-тебен садақа болуы керек. Одан кейінгі көзі жыпылықтаған көселеу біреуі даусын шығармай, аузын ғана жыбырлатып, оның қандай аят оқып отырғанын білу тіпті мүмкін болмады. Садақа түйіншектер бітті. Енді әшейін рәсім үшін ғана айтқандай басқарып жүрген кісі: «Тағы да оқитындар бар ма?» деді де, жауап күтпестен бұрылып, жерде жатқан сыртқы киім секілді бірдеңені көтере бастады. Таласбай осы арада көптен күткен арманын орындауға мүмкіндіктің келгенін, егер оны қазір пайдаланып үлгермесе, мұндай сәттің енді кезігуі неғайбыл екенін анық сезді. Соны сезгеннен кейін бір нар тәуекел иектеп, Ясинді қирағаттап бастап ала жөнелді. Бұл ұзақ сүрені молдалардың өздері сирек оқитын, бірақ сөзінің айтылуы да, сазы да күрделі. Осы бір сүрені Таласбайдың сағынғаны сонша, күңірентіп бастай жөнелгенде көзінен аққан жасты тежеуге шамасы жетпей қалды. Ұзақ жыл көрмеген жақынымен көріскендей, армансыз бір мауқын басу үшін өзінің де өзгенің де жүйкесін қалжырата, аятта аңыратып алып жөнелді. Манадан бері ұсақ-түйек күбір-сыбырға селт етпей отырған қалың қорым дүрсілкінгендей болды. Көмейден шыққан зор дауыс барған сайын қайраттанып, барған сайын айбаттанып, жер дүниені күңірентіп бара жатқандай. Отырғандар не болғанын түсіне алмай, ауыздарын ашып аңтарылып қалған. Кісінің жан дүниесін бірден баурап, әлде бір бақилық әлеммен тілдескен осынау ғажайып сазда әуенге барлық адами мұңзар, өкініш, арман, арыз, тілек тегіс сыйып кеткен секілді.
Әркім әлгі әуеннен өз тағдырын сезгендей, аят оқып отырған бейтаныс жанның жүзінен көздерін ала алмайды. Таласбай бұрынғы әдетімен екі көзін тарс жұмып алған, төзімін таусуға айналған осы бір азапты өмірді бір сәтке ұмытып, дүниеден озған мына жанға сонымен бірге жылдар бойы өзінен құран дәметіп жүрген аруақтардың бәріне бағыштаған осы дұғасының біткенін тіпті де қаламай отырған секілді. Жан тәнімен беріле зарлап отырған осы бір адам әркімнің жүрегінде атын атап түстеуге келмейтін әлдебір сәулелі сезім отын тұтатқандай әсер етті. Марқұмның алдыңғы жақта отырған туысқандары да үн-түнсіз көз жастарын тұншыға жұтумен болды. Мұсылман дәстүрінде дұға оқып отырған кезде жылауға болмайды. Көз жасы ризашылықтың жоқтығының белгісі. Пенде баласы Құдайдың бұйрығын мойындау арқылы өміріне мағына табады. Құдайға бағышталған құлшылықтың қашанда артық қайыр. Қазақ Құдайдан өлгенімді тірілтіп бер деп сұрамайды, артының қайырын сұрайды. Отырған жұрттың көңілінде шамамен осы тәрізді ойлар тұруы мүмкін еді. Таласбай Субханды аяқтаған кезде жұрттың бәрі қолдарын жайды. Таласбай кенет дұғасын бөліп, алда отырған шалдар жаққа қарап, марқұмның аты кім? Деді. Смайыл деді, әлдекім ақырын ғана. Қателесіп кетем бе деп қорыққандай. Әкесінің аты кім? Деді бұл жолы Таласбай ешкімге қарамай. Иманбай деді тағы біреу. Таласбай қолын жоғары көтеріп, осы дұғаны марқұм Иманбайұлы Смайылдың аруағына бағыштадық деді. Жатқан жері жарық, иманы саламат болсын. Алла тағала кейінгі ұрпағына тату тәтті, саналы ғұмыр кешуді нәсіп етсін. Иә, ұлы Алла деді, содан кейін күңірене жалбарынған бір үнмен. Бұл дұғаны басқа да барша аруақтарға, пайғамбарлар мен сахабаларға, ел үшін шейіт болған ерлер мен әулие әмбиелерге кезінде жасаған, кейін артында ұрпақ қалмаған, бізден құран дәметіп жүрген жандардың рухына бағыштадық. Марқұмдардың жалғанда пендешілікпен жіберген қателері болса, кешірім жасап, қабір азабынан құтқара көр. Марқұмдардың артта қалған ұрпақтарын, барша қазақ қауымын қызғаныш пен күншілдіктен, өзімшілдік пен кекшілдіктен, жалған жаладан, жазықсыз жазадан, қуғын сүргіннен, аштық пен індеттен, табиғи апаттардан, мың бір пәледен, 101 қатерден сақтай көр. Таласбай аятын аяқтап, бетін сипаған кезде жұрт әлі де алғашқы әсерден айыға алмай, тым-тырыс отырып қалған еді. Шырағым-ай, 40-тың бірі Қыдыр деуші еді. Қайдан жүрген жансың? Бұл төңіректе мынандай құран оқитын жан жоқ секілді еді ғой, деді ақсақалды қария Таласбайға таңырқай қарап. Дәм айдап, мәнәйі себеппен келіп қалған жан едік, деді Таласбай, жауабы қиын сұраққа тап болғандай жерге қарап ойланып. Отбасын, ағайын туысты көрмей, елден жырақ жүргенімізге 4-5 жылдың жүзі болды. Сотталып жүрсің бе? Деді ақсақал үрейлене. Таласбай айтар-айтпасын білмегендей үнсіз отырып қалды. Әлден соң сілтедей тынған тыныштықты бұзып, «Иә, ақсақал, сондай бір тауқыметті тартып жүрген жайымыз бар», деді. «Ата-бабаларым Құдай жолын қуған жандар еді, өзім де мешіт ұстаған молда едім. Ақ жолды ұстағандарды ағаш атқа мінгізді. Заманның талқысына түстік. Шынымды айтсам, қатын баланың қайда жүргенін өзім де білмеймін. Басына күн түссе, тұлпар жабыға, батыр қорқаққа айналады екен. Түзікпен де бұзықпен де тағдыр қосып, дос-жаран болдық. Қорлыққа да, зорлыққа да ет үйренді. Үйрене алмайтының жүректі қыжылдатқан бір сағыныш. Құранның аяттарын, сүрелерін сағындым. Кейде құран оқып отырған кездерім түсіме кіреді. Жанымды қинап жүрген заттың бірі осы еді. Бүгін реті келіп, аруақтың да сауабын алып, өзімнің де шерімді тарқатып отырмын. Апырай, үнің де сөзің де бөлек екен. Жаназамыз жетім қыздың тойындай болып отырғанда, өзіңді бізге кезіктірген бір Алланың өзі шығар. Есімің кім болады? Таласбай. Шал бір қолымен жер тіре орнынан тұрды. Біздің ауыл мынау тұр, деді қолымен көрсетіп.
дәм күтіп тұр, ауыз тиіп кет, қысылсаң өзіміз жеткізіп салайық. Құралаққан қоя беру алдымен өзімізге обал болар. Иә, мынау тұр, жап жақын деген қоштау сөздердің аяғы құлқаға айналды. Аруақты қадірлеп, бұрылып келгеніңіздің өзі бізге үлкен мәртебе, деді жиынды басқарып жүрген бөрікті кісі. Мына әбекең еліміздің қадірлі ақсақалы еді. Сөзін жерге тастамай, дәм ауыз тиіп кетсеңіз, бәріміз де риза болар едік. Иә, сүйт шырағым, қанша асығып тұрса да шыдай алмай, таласпай елмен бірге әудем жердегі ауылға келді. Ауыл иелері де түсінікті адамдар екен. Ондағы бастықтардың жайы белгілі ғой. Сыйлы қонағымызға обал болып жүрмесін деп асықтырып, дәмнің бәрін тездетіп, апыл-ғұпыл астан кейін ең маңызды шаруа енді келгендей, бәрі де дұға күтіп Таласбайға қарады. Таласбай бұл жолы аятты манағыдай емес, сабырмен оқыды. Бірақ таң қалу алғашқыдан кем болған жоқ. Біреуі Құран сөзінің айтылу ерекшелігіне қайран қалып, екіншісі мынадай әуезді, зарлы үнді өмірде естімегендерін айтып, у-шу болған жұртты жиын басқарып жүрген адам әрең тоқтатты. О, ағайын, айттық қой жаңа, тәкеңнің обалына қалмайық деп. Ондағы надзирательдерде де не адамшылық бар деп отырсың. Онан да әбекең қонаққа батасын берсін, сосын тезірек шығарып салайық. Әбекең қолын жайды. Шырағым, Құдай жолын қуған қасиетті әулие сенсің, қалың елге әке болатын адам. Жасым үлкен болған соң баламдай көріп, бата беріп жатырмын. Басқа түскен мына бір қиындықта бір Алла өзіңе жар болсын, қарағым. Ғайып ерең қырық шілтен шылауыңда болсын. Іс түспесін басыңа, қырғауылдай жорғалап, қыдыр келсін қасыңа, аруақтар қолдасын. Жаманшылық болмасын, басың аман, аяқ-қолың бүтін болып, еліңмен, отбасыңмен табысуға жазсын. Әумин, әумин деп шу етті қоршаған жұрт. Таласбайды көлікпен жеткізіп салатын болды. Мұнан әрі қарай Тайсойғанға кетемін, сізді жолай тастай кетемін деп жиынды басқарған қызыл бөрікті кісі екінші атқа өзі отырды да, ауыл шетінде әлдебір бала ұстап тұрған серкені шылбырына байлап жетелеп алды. Атта адамға жердің қашықтығы жоқ деген осы. Бұлар әңгімелесі отырып, лагердің қасына қалай келіп қалғандарын да білмей қалды. Екеуі аттан түсті. Қызыл бөрікті кісі екі қолын қабат ұсынып, тәке, менің атым Бейсенбай болады. Ел жұртыңызбен аман сау қауышуыңызға тілектеспін. Ал мына серкені жаназаның құдайы садақасы деп қабылдаңыз, деді серке байланған шылбырды Таласбайдың қолына ұстатып жатып. Ойбай-ау, мұны мен не істеймін? Өзім айдауда жүріп, деді Таласбай қолын жайып. Ештеңе етпейді, тәке, мұнда да бір қауым ел ғой, Құдайы садақадан дәм татсын. Соны айтып, Бейсенбай қайтадан атқа отырып, екінші атты жетектеп алды. Қош деп жүріп бара жатып, артына бұрылып. Серкемен қалған Таласбай аз кем ыңғайсызданып тұрды да, жарайды, болған іске енді неменесіне қиналамын деген оймен серкені жетектеп бараққа келді. Серкені сыртқа байлап, барақтың ішінде кезекшіге тапсырма беріп жатқан лагер бастығының қасына келді. Әңгімелесіп тұрған адамның қасына неге келесіңдер дегендей, бастық бұған ұнатыңқырамай қарады. Келгенімді білдірейін деп, деді Таласбай кінәлілеу үнмен. Кешікпеймін дегенің қайда? Кешіккеніме кешірім сұраймын, бастық. Мүмкіндік болса, сізге бірдеңе көрсетейін деп едім. Бастық бірдеңе дегеннен секем алып қалғандай бұған күдіктене қарады. Сыртта тұр, деді Таласбай. Бастық тағы не боп қалды дегендей жүгіре басып, сыртқа шықты да, серкені көріп, ештеңеге түсінбей, басын шайқап Таласбайға қарады. Бастық, тек ашулана көрмеңіз, деді Таласбай. Оның түнере бастаған жүзінен сескеніңкіреп, өзіңіз рұқсат бергеннен кейін жергілікті халықтың сұрауымен өлік жөнелтудің рәсімін жасап, зират басында аруаққа дұға бағыштадым. Дәстүр бойынша дұға қылған адамға Құдайы садақа береді. Мынау серке сол Құдайы садақа. Сіздер Құдайдан дәм татсын деп әдейі ала келдім. Сонда не істеуіміз керек, деді. Өзі қазақ болса да,
орысша тәрбиеленген бастық әлде де түсініңкіремей, мына серкені сою керек деді таласбай күлімсіреп. Осы кезде қаһарлы бастықтың жүзі аяқ астынан жұмсарып, не дейді деп күліп жіберді. Мынауың үлкен олжа ғой. Айдаудағылар түгіл, надзирательдердің өздерінің ет көрмегеніне қанша болғанын бір Құдайдың өзі білсін. Ойбай-ау, сені бұдан былай ондай жерге жіберіп тұру керек болды ғой. Бастық бір жола жұмсарып, ет пен сүйектен жаралған адам қалпына келді. Сол күні бүкіл барақта көңілді кеш болды. Серке сойылып бастыққа жөнелтілді. Бастық рақымы түсіп, жалпы кухняға да азғантай ет жіберіпті. Құдай жолын қуған тәкең өстіп сотталып жүріп те, сол жақтың сыйлы адамына айналды. Соғыстан кейінгі жылдары таласбай айдаудан оралып, заңды түрде өзінің молдалық ісіне қайта кірісті. Адам санасын түнекке айналдырған апиын діннің өкілі жұртқа мазақ болудың орнына неге елдің сыйлы кісі болып жүргеніне біздің де түсінбей жүргеніміз де осы кез болатын. Кейін сыртта жүріп, ел өмірінен бейхабарлау жүрдім. Естігенім, таласбай соқыршектен қайтыс болыпты. Соқыршекке 2 күннің бірінде операция жасалып, әрі кетсе, 1:07-ден кейін жұрттың бәрі тұрып кетіп жатқан заман еді. Ажалым осыдан келіп тұрса, Алланың бұйрығы. Бүкіл тағдырын Құдайдың қолына ұстатқан тақуа деуші едік, мұның да жаны тәтті екен ғой деген сөзге қалар жайым жоқ. Абыройымнан садаға. Құдай өзі берген жанын өзі алса, оған несіне ренжиміз деп операция жасатпай кетер кеткенше өзінің отбасын жұбатумен болыпты. Біреулер мұны надандыққа сайған шығар, бірақ тәкең уақыттың қыры мен сырынан бейхабар жан емес еді. Кім біледі, қиянатшыл заманнан абыроймен құтылуды жөн көрді ме екен. Шын ақиқатын Алла біледі.